Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы мектепке барар жол. Бүгінгі сабақта хабарлау, сұрау мақсатында баяу және анық айтылған сөзді зейін қойып тыңдайсың, түсінесің және тиісінше іс-әрекет жасайсың. Мұғалімнің қолдауымен септік жалғауын ауызша тілде қолданасың. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударайық. Немен? Жаяу. Оқушылар, жаңа сөздерді есімізде сақтап алайық. Бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Үлгі бойынша айт. Мен мектепке автобуспен барамын. Мен велосипедпен барамын. Мен жаяу барамын. Есте сақта. Мен автобуспен барамын. Мен жаяу барамын. Екінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Сен үйге немен барасың? Мен автобуспен барамын. Мен велосипедпен барамын. Мен машинемен барамын. Үшінші тапсырма. Толықтырып айт. Оқушылар, суретке қарап, сөйлемді толықтырып айтамыз. Іске сәт. Сөйлемді қалай толықтырдық? Жауабын бірге тексерейік. Ол үйге машинемен барады. Ол үйге автобуспен барады. Ол үйге велосипедпен барады. Ол үйге жаяу барады. Оқушылар, сендердің де толықтырған сөйлемдерің сәтті орындалды деп сенемін. Төртінші тапсырма. Тыңда. Үлгі бойынша сөйлес. Сен үйге немен барасың? Мен автобуспен барамын. Ол үйге немен барады? Ол автобуспен барады. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Хабарлау, сұрау мақсатында баяу және анық айтылған сөзді зейін қойып тыңдадың, түсіндің және тиісінше іс-әрекет жасадың. Мұғалімнің қолдауымен септік жалғауын ауызша тілде қолдандың. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Үйде екінші жұмыс дәптерінің 7-ші бетіндегі 1-ші, 2-ші, 3-ші тапсырмаларды жазбаша орындаймыз. Жаңа сөздерді жаттаймыз. Оқушылар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.